Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз рентген сәулелері, олардың табиғаты және қасиеттері, ғылымдағы және техникадағы қолданылуы, жылулық сәулелену. Сабағымыз 6 кезеңде өткізіледі. Бірінші кезең ұйымдастыру, екінші кезең мен нені үйрендім, үшінші кезең кім көп біледі, төртінші кезең білім шыңына өрлейік, бесінші кезең білгенімді зердеме тоқу, алтыншы кезең шолу парағы. Мен нені үйрендім? Өткен тақырыптарды қайталап шығайық. Бірінші сұрақ. Сәуле арқылы тарайтын немесе жұтылатын бір үлес энергия қалай аталады? Жауабы квант. Екінші сұрақ. Өзіне түскен әртүрлі жиіліктегі сәулелердің энергиясын толық жұтып алатын дене. Жауабы абсолют қара. Үшінші сұрақ. Газдардағы электр тоғы қалай аталады? Жауабы разряд. Төртінші сұрақ. Сәулеленудің әсеріне электрондардың сұйық және қатты дене бетінен босап шығу құбылысы қалай аталады? Жауабы фотоэффект құбылысы. Бесінші сұрақ. Электронның металдан босап, ұшып шығуы үшін жасайтын жұмысын қалай атаймыз? Жауабы электронның шығу жұмысы. Алтыншы сұрақ. Фотоэффект құбылысына арналған құрал қалай аталады? Жауабы фотоэлемент. Жетінші сұрақ. Қызған денелердің сәуле шығарып, электромагниттік энергия таратуы қалай аталады? Жауабы жылулық сәулелену. Сегізінші сұрақ. Температурасы 1000 градустан кем болатын дене қандай сәуле шығарады? Жауабы инфрақызыл. Тоғызыншы сұрақ. Инфрақызыл сәулені кім қашан ашты? Жауабы 1800 жылы ағылшын физигі Уильям Гершель. Білім шыңына өрлейік. Ал енді балалар, жаңа сабағымызды бастаймыз. Тақырыпты қайталап өтейін. Рентген сәулелері, олардың табиғаты және қасиеттері, ғылымдағы және техникадағы қолданылуы, жылулық сәулелену. Сабағымыздың мақсаты. Білімділік мақсатымыз оқушылардың тақырып бойынша алған білімдерін нығайту, тиянақтау, бір жүйеге келтіріп қорыту, теориялық білімін практикамен ұштастыру. Дамытушылық мақсатымыз оқушылардың ойлау, есте сақтау қабілетін шыңдау, өз бетімен жұмыс істеуге дағдыландыру, білім деңгейін көтеру. Тәрбиелік мақсатымыз оқушыларды өз ісіне жауапкершілікпен қарауға, уақытын үнемді пайдалануға үйретіп, жан-жақтылыққа, алғырлыққа, шапшаңдыққа тәрбиелеу. Сабақтың типі жаңа тақырыпты меңгеру сабағы, әдісі тыңдап түсіну, тірек сызба, деңгейлік, сұрақ-жауап жұмысы. Формасы жеке ұжымдық. Неміс ғалымы Вильгельм Конрад рентген 1895 жылы рентген сәулесін ашты. Рентген сәулесі дегеніміз бұл қысқа толқынды электромагнитті тербелістер, тарау жылдамдығы жарықтың жылдамдығындай секундына 30 000 шақырым. Оларды рентген түтікшесінде вакуум қондырғысында жоғарғы кернеудегі электр тоғын өткізу арқылы алады. Ол ұзын толқын жағынан ультракүлгін сәулемен, қысқа толқын жағынан гамма сәулесімен шектеседі. Ол көзге көрінбейді. Оны байқау үшін флуоресценттік экран немесе фотоүлбі қолданылады. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай кинетикалық энергияның формуласы берілген.
Қасиеті: рентген сәулелерінің өтімділік қабілеті күшті. Сәуле шоғы денеден өткенде, денеге түскендегіден интенсивтілігі азаяды. Осы қасиетін медицинада аурудың ішкі мүшелерінің жағдайын көруге, сүйектердің сынықтарын, денеде бөтен денелердің пайда болуын анықтау үшін қолданамыз. Егер рентген түтігі мен экран аралығында қолымызды қояр болсақ, онда қол сүйегі сәулені күштірек тоқтатады, ал бұлшықет керісінше әлсіз тоқтатады. Экранда қол қаңқасының көлеңкесі пайда болады. Сол себепті рентген сәулесінің аз энергиясы түскен жердің жарықталынуы әлсіз болады. Рентген сәулелері көрінетін жарық тәрізді фотографиялық пленканы қарайтады. Сол себепті зерттелген дене көлеңкесінің суретін алуға болады. Рентген сәулесінің интенсивтілігі анод жасалған заттың Z зарядына пропорционал болып келеді. Анод пен катод арасындағы кернеу қаншалықты көп болса, рентген сәулесінің қуаттылығы да соншалықты үлкен болады. Қолданылуы: жүректерді тексеру. Практикалық тұрғыдан алғанда медициналық рентгеноскопиядан айырмашылығы жоқ. Аэропортта, кедендік бақылау бекеттерінде және басқа да жерлерде қолданылады. Рентгендік құрылымдық анализ. Кез келген кристалдың атомдары реттелген 3 өлшемді болып келеді. Рентген сәулелерін кристалл арқылы жібергенде, кристалдың дифракциялық суретін алуымызға болады. Егер кристалды түрлі бұрыштан қарайтын болсақ, оның ішкі құрылымындағы атомдарының қалай орналасқанын білуімізге болады. Рентгендік микроскопия. Рентген сәулелері жарық сәулесіне қарағанда толқын ұзындығы біршама кіші болып келеді. Сондықтан рентген сәулесінің көмегімен өте кішкене заттарды, атап айтқанда жекелеген атомдарды көруге болады. Рентгендік микроскопияға арнап, рентген сәулесін сындыратын арнайы линзалар жасалған. Рентгендік спектрлік анализ. Зерттеліп отырған заттың химиялық құрамын білу үшін қолданылады. Зерттеу екі бағытта жүреді. Біріншісі, рентген түтігіндегі катодтың орнына зерттеліп отырған затты орналастырады да, пайда болған рентген сәулесін зерттейді. Екіншісі, зерттеліп отырған затты рентген сәулесімен сәулелендіреді де, заттың жанап өткен немесе шағылысқан сәулені зерттейді. Рентгендік астрономия. Жұлдыздар тек қана көрінетін жарықты ғана емес, барлық электромагниттік толқындарды, соның ішінде рентген сәулелерінде шағылыстырады. Рентгендік телескоптар бұл рентгендік микроскоптың кері түрі. Арнайы рентгендік линзаларды құрастырғаннан кейін астрономдарда аспанды зерттеу жұмысы жандана түсті. Рентген диагностикасының басты әдістері мыналар: рентгенография, рентгеноскопия, рентгенотомография, флюорография. Рентгеноскопияда зерттеуге қажетті зат арқылы рентген сәулесін өткізіп, оның кескінін экраннан бақылайды. Рентген сәулелерінің бір бөлігі шашырап кетеді де, енді біразы денеге сіңіп қалады. Ал үшінші бір бөлігі денеден өтіп, экранға жарық түсіріп, сүйектер мен ішкі органдардың көлеңкесін көзге көрсетеді. Рентгенография. Бұл әдісте зерттелінетін заттың кескінін үлбіге түсіріп алып, оны ұзақ уақыт құжат ретінде пайдаланады. Бұл әдісте зерттелетін зат рентген түтігі мен үлбінің арасына қойылады. Заттан өткен рентген сәулесінің интенсивтілігі сол заттың тығыздығына байланысты болады. Соған сәйкес, заттан өткен сәуле үлбіде фотохимиялық реакция туғызып, онда кескін пайда болады. Флюорографияда флюоресценттік экрандағы кескінді шағын өлшемді фотоүлбіге түсіріп алу әдісі. Рентген томографиясы. Қазіргі кезде кең тараған рентгенодиагностиканың бір түрі, медицинада жиі қолданылып жүрген PX100CLK рентген томограф компьютермен жабдықталған, сондықтан оны компьютерлік томограф дейді. Осы аппараттың көмегімен зерттелетін нұсқаның кеңістіктің 3 өлшемді бағытындағы кескінін алуға болады.
жылжымалы рентген аппараттары. Ол аппарат науқасты қозғауға болмайтын жағдайда, науқастың денесі кез келген күйде болғанда рентген сәулесімен диагноз қою үшін қолданылады. Рентген сәулелер медицинада ауруға диагноз қою үшін қолданылады. Мысалы, рентгендік сәулелер сынған сүйекті, адам денесіне кіріп кеткен оқты, инені, шегені, тағы да басқа іш құрылысындағы кеселді анықтауды жеңілдетеді. Сонымен қатар рентген сәулелерінің тірі организмге зиян жағы да бар. Рентген сәулелердің өтінде ұзақ болу өте зиян. Теледидар мен компьютер мониторының экрандарына электрондар ағыны соғылған кезде рентгендік сәулелер пайда болады. Сондықтан мұндай құралдардың қасында өте жақын және ұзақ болу денсаулыққа өте зиян. Білгенімді зердеме тоқу. Жаңа сабағымызды бекітейік. Бірінші сұрақ: қандай зерттеуге қажетті зат арқылы рентген сәулесін өткізіп, оның кескінін экраннан бақылайды? Жауабы: рентгеноскопия. Екінші сұрақ: фотопленкаға түсіріп алу әдісі қалай аталады? Жауабы: флюорография. Үшінші сұрақ: рентген сәулесін ашқан қай ғалым? Жауабы: рентген. Төртінші сұрақ: рентген сәулесінің қолданысы қай жерде? Жауабы: медицинада. Бесінші сұрақ: рентгендік сәулелер қандай сәулелерге жатады? Жауабы: электромагниттік. Алтыншы сұрақ: рентген сәулесі қандай сәулелердің аралығында жатады? Жауабы: ультракүлгін мен гамма сәулелерінің аралығында жатады. Ал енді балалар, мұнда сіздерге өзіндік жұмыс ретінде есептер берілген. Өз беттеріңізше дәптерлеріңізге орындайсыздар. Үйге берілетін тапсырма: рентгендік сәулелер. Қосымша ресурстарды осы сайттан ала аласыздар. Шығу парағы: сабақты қорытындылау. Бүгін біз не өттік, қандай сұрақтарыңыз бар, менің сабақ туралы ойым. Қысқаша жазып кетсеңіздер болады, егер сұрақтарыңыз болса. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.